Бөдене жұмыртқасының Сіз білесіз қанша бе, қасиетін Жапонияда білесіз. әрбір бала Аурудың күніне алдын 2 алғыңыз бөдене келсе, жұмыртқасын жейді екен. аллергияға қарсы Ресей тұрғыңыз президенті келсе, Владимир Путин демікпеге де дес оны күн бермейді. сайын шикілей ішетін Дәрі-дәрмекпен көрінеді. алмастыра аласыз. Ал тарихқа көз Артрит, жүгіртсек, Шыңғыс ханның остеохондроз, өзі жаралы ревматизм, жауынгерлеріне жұдырықтай асқазанға да ғана шипа, бөнененің жұмыртқасын баладағы ішкізіп диатезге аяққа де тұрғызған қарсы. екен. Осы Өйткені аурулардың бөдененің барлығын еті де, алдын алғыңыз келсе, жұмыртқасы да бөдене мол түрлі жұмыртқасын дертке дауа. таңертең Адамның ашқанда ойлау қабілетін арттырып, біреуін ағзаны түрлі жұтыңыз. жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйіреді, әрі тойымды. Дәлірек айтсақ, кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасы құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп деп жазады. Муслим KZ. Б тобындағы дәрумендер де анағұрлым, яғни 6 есе фосфор, калий және темір 4-5 есе жоғары. Бұл диеталық өнімде мыс, кобальт, никотин қышқылы мен амин қышқылы да мол. Тағы бір дәлелденгені бөдене жұмыртқасы тауықтардікіне қарағанда микробтардан таза келеді. Бұл ғалымдарды әлі күнге дейін қайран қалдыруда. Өнімнің ең басты ерекшелігі өз қасиетін жоймай ұзақ сақталуында. Бөлме температурасы жағдайында 1 айға жуық, ал тоңазытқышта 60 тәулікке дейін сақтауға болады. Бөдене жұмыртқасының емдік қасиеті орасан зор және мол. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамның иммунитетін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтылайтын болсақ, бөдене жұмыртқасы мынандай ауруларға таптырмас ем. Бас ауруына, демікпе мен туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларын, асқазан жарасын жазады. Фосфор, калий, темірдің әсерінен есе сақтау қабілеті жақсарады. Анемия, сәуле ауруларына, бөртпе мен диатезден құтқарады. Салқын тию мен тұмауға, бұлшықет пен сүйектерді қатайтады. Баланың есе сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Радионуклеидті тұздар мен ауыр металдарды ағзадан тазартады. Адамды жазартатын қасиетке ие. Бөдене жұмыртқасының құрамына кіретін тирозин, амин қышқылы косметика саласында ең қат өнім саналады. Сонымен қатар жұмыртқаның аршылған қабыршағын тастамай жуып, газ немесе әсел пешінде сәл кептіріп, кофе ұнтақтаушыдан өткізуге болатындығын қолданғандар айтуда. Олар дайындалған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа болмаса суға 1 шай қасықтан қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций және 27 микроэлементтер бар екен. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханаларда сатылатын кальцийлерге қарағанда бөдене жұмыртқасы қабығындағы кальций адам ағзасына өте сіңімді. Бұдан басқа ол ағзаға аса қажет мыс, фтор, күкірт, кремний, мырышқа бай. Сондықтан ұсақталған жұмыртқа қабығын балалар мен жүкті келіншектерге ұсынған абзал. Ағзадағы кальцийдің молайып, сүйектердің қатаюына игі ықпалын тигізеді. Тістердің маржандай тізіліп, бүлінбеуіне де әсер етеді. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин заты қандағы холестеринді төмендетеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның беліндегі қуаты артады. Бірақ та жүрек дертінің ауыратын адамдар, оның алдын алушылар бөдене жұмыртқасын аз мөлшерде қолданған абзал. Жапониядан үлгі алатын болсақ, экологиясы нашар аймақтың тұрғындары үшін бөдененің жұмыртқасы өте пайдалы екен. Бөдене туралы еліміздегі алғашқы ғылыми зерттеу жұмысының авторы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің докторанты Мұхтар Байбатшановтың айтуынша, Чернобыль апатынан кейін ғалымдар апат аймағында радиациядан жапа шеккен балаларды бір орталыққа жинап,
тәжірибе жүргізеді. Бір топтың балаларына бір ай бойына бөдененің жұмыртқасын шикілей ішкізсе, екінші топтағы балаларға жұмыртқа бермейді. Бір айдан соң жұмыртқа ішкен балалардың ағзасын тексергенде ғалымдар бөдене жұмыртқасы радиацияны ыдырататындығын анықтаған. Мұрындарының қанауы, бас айналулары тоқтап, қандағы гемоглобиндері көбейген. Осыдан кейін көпшілік бөдене жұмыртқасын жаппай тұтына бастады. Ғалым былай деді: біздер бөдене жұмыртқасына тәжірибе жүргізгенімізде, оның дәрумендік құрамы тауық жұмыртқасына қарағанда 3-4 есе жоғары екеніне көз жеткіздік, деп сенімді түрде айтып отырды. Ал мұны жапондар біліп қана қоймай, ұлт денсаулығын жақсартуға қолданғанын айтады. Тіпті мектеп жасындағы балаларға күніне 2 бөдене жұмыртқасын тегін таратылып беріледі. Кезінде ақш Жапонияға атом бомбасын тастап, үлкен экологиялық апатқа ұшыратқаннан кейін, жапондықтар бөдененің адам бойындағы радиацияны ыдырататынын біліп, міндетті тамақ рационына енгізген. Сол кезде әрбір жапон баласы таңертең міндетті түрде бөдене жұмыртқасын шекідей ішетін болған. Осының арқасында жапон халқы денсаулығын түзеп, ойлау қабілетін дамытты. Бүгінде жоғары деңгейде дамыған мемлекеттердің көшін бастап келеді. Бөдене жапон халқын құтқарып қалды десек те болады. Жапондықтар бөдене жұмыртқасын тұрақты тұтынған науқастың қатерлі ісіктің өзінен тәуір болатын дәлелдеген көрінеді. Қазіргі уақытта Жапонияда бөдене шаруашылықтары жақсы дамыған. Бұл елде жылына 19 миллиардқа жуық бөдене жұмыртқасы өндіріледі. Керек десеңіз, бөденені зерттейтін орталықтар, институттар құрылған. Сонымен қатар бүгінде Қытай, Үндістан, Германия және басқа да елдер бөдене ісін жандандыруға қатты көңіл бөлген. Бөдене жұмыртқасын шикілей қайнатылған, қуырылған, пешке сусыз пісірілген күйінде тағы да басқа да түрде қолдануға болады. Оны түрлі салаттарға қосып, ботқа, картоп, тағы да басқа нәрселер жасап, сорпаға да қосып пайдалануға болады. Бірақ дегенмен ең дұрысы, бәрінен де пайдалысы шикі күйінде жұту. Сонда ол өзінің айрықша дәрумендерін сақтап қалып, адам организміне мықты дәрумендерін тарқата біледі. Енді айтатын болсақ, бөдене жұмыртқасын қыс, жаз, көктем қандай да бір мезгілге бөлместен, күнделікті таңертең кемінде 2 жұмыртқаны шекідей пісіріп, ботқа қылып, сорпа қылып, тағы да басқа түрлермен пісіріп пайдаланатын болсаңыздар, сіздердің бүкіл денсаулықтарыңызға пайдасын тигізіп, әртүрлі дәрумендер мен витаминдерге, микроэлементтерге бай бөдене жұмыртқасы сіздің денсаулығыңызды түзетуге міндетті түрде болады. Жазда да, қыста да ер бала болсын, әйел болсын, ол бала болсын, қыз болсын, кішкене ғана бөпе болсын, барлығымыз жаппай қолдануға болады екен. Видеом ұнаса лайк және комментария қалдырыңыздар, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сіздерге бұдан да қызықты жақсы видеоларды ұсынатын боламын.